Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай үй жағдайында донор жасап үйренеміз. Барлық заттар сіздердің үйлеріңізде бар және де өте дамды болып шығады. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыз. Ең алдымен тауықты алып, оны кесіп, турап алатын боламыз. Енді тауығымызды өте дәмді қылып маринадтайтын боламыз. Тұз қосамыз және де қара бұрыш, қызыл бұрышымызды қосамыз да майонез, кетчупты қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Тауығымызды кем дегенде 20-30 минутта ұстаймыз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, мінеки осылай пісіріп алатын боламыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Іші толығымен пісу керек. Мінеки өзінің суы шығып, өте дәмді болып шығады. Енді фриімізді дайындайтын боламыз. Өздеріңіз картоптан жасауларыңызға болады. Бірақ та мен дайынын ала салдым. Мінеки осылай пісіріп алатын боламыз. Енді қызанағымызды алып турайтын боламыз. Қызанақты өздеріңіз қалағандай турасаңыздар да болады. Мен видеода көрсетілгендей турадым. Енді қиярымызды алып тураймыз. Енді барлығын дайындап алғаннан кейін лавашымыздың кезегі келді. Лавашты дүкеннен сатып алсаңыздар да болады. Бірақ та мен оны қолдан жасадым. Қолдан жасағанда керек заттар өте аз және де тиімді заттардан жасалады. Мінеки барлығын дайындап аламыз. Лавашымызға ең алдымен майонез бен кетчупты салып, қасықпен араластырып аламыз. Одан кейін барлық заттарымызды видеода көрсетілгендей салып шығамыз. Өздеріңіз қанша мөлшерде қалай салғыларыңыз келеді, ол сіздердің еріктеріңіз. Видеодан бөлек сіздер басқа начинка қолдансаңыздар да болады. Ол мүмкін жуа, капуста, сәбізден де тұруы мүмкін. Ол сіздердің еріктеріңізде. Мінеки біз барлық начинкамызды салып аламыз. Соңында майонезді салып, оны орайтын боламыз. Мінеки біздің донорларымыз дайын. Енді оны табаға немесе духовкаға салып, қыздырып алсаңыздар да болады. Бірақ мен грильница қолдандым. Мінеки біздің осындай донорларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.